Сәлем достар, сіздермен бірге мен Жанар. Сіздерге бүгін мәйексіз брензінің қалай жасалуын түсіндіремін. Мәйексіз брензі жасау үшін ең алдымен піспеген сүтті осылай қоясыздар да, жаңадан сауып келген сүтті. Ол өздігінен үйіп қалады. YouTube каналыма тіркеліп, подписаться кнопкасын басып кетіңіздер. Өстіп үйіп қалғаннан кейін сүттің астын баяу отта кішкене 5 минутқа жетер-жетпес кішкене көк суы шыққанша қойып аласыздар. Көк суы шыққаннан кейін осылай оны қалташаға құямыз. Қалташаға құйып, әбден көк суын сарқып аламыз да, сарқылғаннан кейін далаға апарып, мындай тақтайдың үстіне қойып, осылай бастырасыздар. Бетіне осындай нан тақтай сияқты тегіс тақтай қоямын мен, үстін мықты ауыр затпен басасыздар. Мен үлкен ракушка кирпичпен бастым. Сол кезде сарқылып, суының барлығы сарқылып, төгіліп, сөйтіп. Содан кейін брензіміз осындай болады. Осы брензіні кесіп, тұздауға дайындаймыз. Осылай кесесіздер да, ыдысты алып, тұз сеуіп, тұздайсыздар. Әбден тұзы сіңгеннен кейін кішкене суға малып отырасыздар да, кептіріп, жайып қоясыздар. Кепкеннен кейін брензі жеуге дайын болады. Егер де каналым ұнап жатса, қолдау білдіріп, подписаться кнопкасын басып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.